Мынау микроскоптағы суреттерді беріп қойдым. Көріп тұрғандай, біз бүгін қараңғы кездегі көздің торлы қабатын өтетін боламыз. Ең бірінші бұл препаратты қалай басқалармен шатастырмауға болады. Ең бірінші нәрсеге қараймыз. Ерекше болып тұрған мынау пигменттерден түзілген пигментті қабаты. Яғни бұндай басқа препараттарда бұндай қап-қара түс болмайды. Одан кейін мына жаққа қарасақ, жақсы базофилді боялып тұрған нейрон денелерінің ядролары орналасқан. Мынау. Одан кейін мынау. Одан кейін мына жақта да тұр. Осы арқылы менің ойымша басқа препараттармен шатастырмаймыз. Енді препарат талдаудың өзіне тоқталсақ. Бұл жақта ең бірінші препараттың атын айтамыз. Одан кейін бояуы бізде гематоксилин иазин. Одан кейін бұл жақта 9 зерттеу объектілері берілген. Бұлардың әрқайсысын атап шығамыз. Мен де әрқайсысын атап отырмаймын. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталып кетейік. Бір номермен берілген. Бұл бізде тамырлы қабық. Тамырлы қабық туралы не айтамыз? Бұл бізде борпылдақ, дәнекер тіннен түзілген. Одан кейін бұл жақта көптеген қан тамырларына бай болады. Өз айтып тұрғандай тамырлы қабық. Оның астында пигментті тістерден түзілген пигментті эпителий қабаты. Бұл жақта әткеттің жаңа пигментті тістер болады. Бұлар қоректік заттарды тамырлы қабықтан алып отырады. Одан кейін осылардың арасында бізде заттар алмасу жүреді. Енді оның астында орналасқан бұл біздегі таяқшалар мен сауытшылар қабаты. Кейбір адамдар таяқшалар мен сауытшылар қабаты дегеннен кейін бұл жақта олардың ядролары орналасады деп ойлайды. Бірақтан жоқ, бұл жақта бізде олардың дендриттері орналасады. Дендриттер жазып қояйын. Одан кейін оның астында берілген жақсы базофилді боялып тұрған күлгін түске бұл бізде сыртқы ядролық қабат. Бұл жақта олардың ядролары орналасады. Ядролары. Одан кейін мына жақта 5 цифрамен берілген бұл сыртқы торлық қабат. Сыртқы торлық қабатта мынау жаңағы таяқшалар менен сауытшылардың аксондары. Одан кейін бұл жақта тек қана аксондар емес, мынау 6 цифрамен берілген ішкі ядролық қабатта орналасқан биполярлы нейрондардың дендриттері орналасады. Осылай жазайын. Дендрит. Ал мынау жаңа айтып кеттім уже, ішкі ядролық қабат деп аталады. Бұл ішкі ядролық қабатта биполярлы нейрондардың денелері. Биполярлы. Одан кейін бұл биполярлы нейрондардан талшықтар кетеді. Бұл талшықтар, яғни аксондар деп аталады. Аксондары 7-ші номермен берілген ішкі торлы қабатты түседі. Бұлардың яқтан бесті қойын. Аксон. Одан кейін бұл жақта тек қана аксондар емес, мынау 8 цифрамен берілген ганглионды қабаттың дендриттері де болады. Осылай сызамын. Дендрит. Одан кейін мынау енді жаңа айтып кеткендей ганглионды қабатта ганглионды нерв талшықтарының денелері орналасады. Одан кейін бұл ганглионды нерв денелерінен нерв талшықтар кетеді, яғни аксондары. Бұл аксондары 9 цифрамен берілген нерв талшықтарының қабатын түседі. Және де бұлар ең соңында барып көру нервін түсетін болады. Көру нерві. Жалпы менің ойымша препарат оңай. Просто мынандай неден кейін не жүретінін жаттап алсақ болды. Барлығы логично.